Саламатсыздар ма? Песочно-слоеный қамырдан ұйғыр самсасын дайындаймыз. Алдымен үлкендеу ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне маргаринімізді салып, осылай теркадан өткіземіз. Әрбір осылай теркадан өткізген кезде міндетті түрде ұнға маргаринімізді батырып алыңыздар. Крошка жасап аламыз. Мінекей крошка жасап алдық. Үстінен міндетті түрде емес, жарты шай қасық куркума, жарты шай қасық разрыхлитель және 1 шай қасық тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Құрғақ массамызды осылай жақсылап араластырып болдық. Осыны арасын шамалы ашып жіберіп, үстіне 2 жұмыртқа қосамыз. 150 грамм сметана және 50 мл мұздай су. Осылай жай ғана қамырды, жай ғана жия бастаймыз, қыздар. Қатты илемейміз, илеу қажеті жоқ. Негізі песочный қамырды илемейді. Мінекей осылай жинап аламыз да және 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Тынған қамырымызды 1 сағаттан соң алып, осылай 2-ге бөліп, 2 зуала жасап аламыз. Мінекей осылай зуаламызды жая бастаймыз, кәдімгідей үлкендеу етіп жая береміз. Осылай жайып болған соң үлкен столдың үстіне жайып қоямыз. Қамырымызды жайып болып, үстінен осылай маргаринімізді ерітеміз. Тура 5 минут қайнаттым, ішіндегі суы мен сүті шығып кету қажет. Мінекей осылай қамырымызды жайып алдық және үстінен ерітілген осылай маргаринімізді жағып шығамыз. Маргаринді жағып алған соң тура 15 минут күтеміз. Себебі үстінегі осылай маргариннің қату қажет. Мінекей осылай 15 минуттен кейін көрсетіп тұрмын, шамалы қатты, және үстінен екінші жайылған қамырымызды жаямыз. Үстінен маргарин жағып, тура 15 минут күтіп, нығыздап ораймыз. Нығыздап орап болған соң 2 сағатқа холодильникке алып қоямыз қамырымызды. Ішіндегі начинкасын дайындаймыз. 500 грамм фаршқа 500 грамм пияз қосып, 1 шай қасық тұз, зира және қара бұрыш қосамыз. Қолымызбен кәдімгідей араластырамыз, бірақ қатты езіп жібермейміз, пияздың суы шығып кетеді. Және әрбір шаригімізді тура 31 граммнан салып шықтым. Осылай дайындап алсаңыздар, ішіндегі салмасы бірдей болып шығады. Қамырымызды кесіп аламыз. Қамырымыз тура 40 граммнан болды менде. Осындай үлкен етіп жаймай, кәдімгідей қолға сиятындай етіп жаямыз. Ішіне начинкасымызды салып, шамалы жайып жібереміз және қолымызбен осындай ұшыны біріктіріп шығамыз алдымен. Кейіннен осылай түйе бастаймыз. Әрбір түйгемізде осындай нығыздап, қаттылау саусақпен басуға әрекет жасаңыздар. Қалған қамырдарымызды, зуалаларымызды осыны дәл осындай етіп түйіп шығамыз әдемілеп. Самсаларымызды пергамент қағазына немесе осындай май жағылған листтің үстіне тереміз. Тағы да 1-2 самсаның түйілуін көрсетіп өтемін. Мінекей осылай түйіп аламыз. Листіміздің үстіне салдық және үстіне жұмыртқаның сарысыны жағып шығамыз. Үстінен кунжут себеміз. Екі 100 градуста 30-35 минутте пісіріп аламыз. Менде газовый пеш болғандықтан алдымен астында 20 минут тұрды, кейіннен үстінен тағы да 10 минут болғанда менде самсаларым дайын болды. Осылай әдемі болып ісіп шығады, қыздар.
Мінекей осындай самсаларымыз пісті. Ыстық кезінде дастарханға тартамыз. Дәмі өте тамаша, қыздар, өте дәмді. Кәдімгідей қатпарлы песочный қамыр болып шықты. Ішінде начинкасы көрініп тұрып, кәдімгідей әдемі болып піскен, қамыры да қатпарлы. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнап жатса лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.